Таңертең шаршап оянудың 5 себебі. Телефоныңызды сөндіріп, перезагрузка беріп қайта қосқанда оның жұмыс істеуі жақсарады. Дәл сол сияқты ұйықтап тұрғанда бүкіл ағзаның қуаты қайта қалпына келеді. Әйтсе де ұйқыдан шаршап тұратындар да бар. Сонымен бірге түскі уақытқа дейін ұйқысын аша алмай есінеп отыратындар да, қуаты тез таусылып, үхлеп отыратындар да көп. Себебі неде? Тәжірибелі терапевт-дәрігер Бақыт Меруерт Дарханбекқызы шаршағыштықтың синдромының негізгі 5 себебі бар дейді. Ең бірінші себеп ұйқыға кеш жату. Сергек ояну үшін ең бірінші дұрыс ұйқы қажет. Ал дұрыс ұйқы дегеніміз бұл уақытлы, қараңғы әрі алдын ала желдетілген бөлмеде ұйықтау. Киім, төсек, орны барлығы жайлы болу керек. Яғни кітап оқып отырып, или сериал көріп жатып, немесе қисайған жерде ұйықтап қалып, бұл дұрыс емес. Ұйқыға да дұрыстап дайындалуыңыз керек. Ұйқыға кетудің ең идеалды уақыты сағат 10 мен 11-дің арасы. Нақтырақ айтқанда, сағат 11-ге дейін ұйықтап кету керек. Өйткені түнгі сағат 10-да эндорфин мен СТГ, яғни соматотропин өсу гормоны бөліне бастайды. Ал сағат 11 мен 3-дің аралығында өте қажетті гормон мелатонин бөлінеді. Ал мелатонин гормоны бізге бұл арықтау процесін бастап жатқан адамдарға ең керекті гормон. Яғни арықтау процесін жеделдететін гормон болып табылады. Есте сақтау керек. Қанша сағат ұйықтағаныңыз емес, қай уақыт аралығында ұйықтағаныңыз маңызды. Және де адам ұйқыға жатқанда гормондар оянады деген фразаны жаттап алу керек. Бұл гормондар сіздің күні бойы сергек, қуатыңыз тасып жүру үшін қажет. Сондықтан да түнде ұйықтаңыз, күндіз жұмыс істеңіз. Түнгі сағат 11 мен 12-де істейтін жұмыстарыңызды ерте таңғы уақытқа қалдырсаңыз болғаны. Ал екінші себеп дұрыс тамақтанбау. Сергек жүруге тамақтанудың да қатты әсері етеді. Ал дұрыс тамақтану бұл уақытлы әрі ағзаны тыңдап тамақтану. Сондықтан таңғы асқа жеңіл сіңетін көмірсуларды, жеміс, ботқа, смузи, тәтті дегендерді қолданбай, майлы, ақуыз тағамдарды қабылдаған дұрыс. Себебі көмірсуларды көп қолдану ағзамыздың ұйқышылдығына жауапты орексин деп аталатын гормонның көп бөлініп, сіздің ұйқысырап жүруіңізді күшейтеді екен. Сондықтан да қаншалықты көмірсу қабылдайсыз, соншалықты ақуыз бен май қабылдау арқылы күндізгі шаршағыштықты азайта аласыз. Қарныңыз ашпаса, тамақтанбағаныңыз дұрыс. Тамаққа тойып алып ұйықтауда таңертең шаршап тұруыңызға себеп болады. Таңғы асты тастамаңыз, ал кешкі астың мөлшерін кеміткеніңіз дұрыс. Ұйықтардан бұрын 2-3 сағат бұрын тамақтануды тоқтатыңыз. Ал үшінші себеп гормондардың бұзылысы. Үнемі шаршағыштық гормондарды тексеруді талап етеді. Ең бірінші кезекте әрине қалқанша безі гормондарын жай-күйін тексеріңіз. Қалқанша безі гормондарын жетіспеушілігі, яғни гипотиреоз, бұл созылмалы шаршағыштық, салмақ қосу, тоңып жүру, шаш түсу, ісіну сияқты белгілермен көрініс береді. Төртінші себеп темір жетіспеушілігі. Біздің ағзамыздағы темірдің қызметі көп. Оның ағзада тиісті мөлшерде болмауы үнемі шаршап қала беруге, жүректің кейде қатты соғуына, шаштың түсуіне, терінің бозғылттауына, бастың айналуына және де әлсіздікке алып барады. Темірдің орнын дер кезінде толтырмайтын болсаңыз, ол темір тапшылықты анемияға дамуына ықпал етеді. Жасырын темір тапшылықты анемияда кездеседі. Бұл да шаршауға, ұйқының қанбауына алып баратын себеп. Анықтау үшін гемоглобин, темірмен қоса міндетті түрде ферритинге анализ тапсыру керек. Ал бесінші себеп ағзада паразиттің болуы. Бұл себеп ағзада қоректенуші паразиттің құрттарының болуы екен. Өкінішке орай байқамай құрттардың жұмыртқаларын түрлі тағамдар, яғни жуылмаған жемістер, аскөктер, тіпті сушы жеп, мысық, күшіктерді сүю арқылы да қабылдап қоюыңыз мүмкін. Бұл бірақ сезілмеуі мүмкін сізге әрине. Қалыпты жағдайда асқазанның қышқыл сөлі бұларды өлтіреді, ал егер сізде стресс болса, сөл бөлінуі азаяды да паразиттер көбейе береді. Паразит құрттар, сіз немен тамақтанасыз, соның барлығын жейді де ағзаға қажетті А және В12 дәрумендерін, микроэлементтерді ала алмай қалады. Сондықтан да жеміс-жидекті, көкөністерді тазалап жуып пайдаланғаныңыз дұрыс. Стресстен, күйзеліске түсуден аулақ болыңыз. Спортпен айналысуға, көңілді жүруге тырысыңыз.